Кәрілік деген бәле екен. Кейде бүкіл жамандық атаулыны бойына жинап алған сияқты көрінеді бұған. Басы ауырып, балтыры сыздаса да кәрілікке жабады. Бір күн дұрыс ұйықтаса, келесі күні көз ілмей шығады. Бәріне кінәлі кәрілік. Қанша уақыт ұйқылы ояу жатқанын өзі де білмейді. Көзі ілінгені сол сияқты еді, түс көрді. Әдетте шым-шытырық бірдеңелердің ішіне еніп кетіп, көз ашқаннан кейін түсінде көргендерін қанша есіне түсіргісі келсе де, шашылған тарыдай оқиғалардың бас аяғын жинай алмай меңгіріп қалатын. Сосын қойшы, түс түлкінің бұғы емес пе деп, әлгінің бәрін тезірек ұмытуға тырысатын. Бүгін бәрі басқаша. Тіпті өзінің баласы Дулаттың үйінде жатқанына сенер емес. Қатира қайда? Жаңа ғана екеу шай ішіп отыр еді ғой. Қатираның қабағы түсіңкі. Бұған реніші бар сияқты. Қос жанарын алдындағы ыдыс-аяққа қадап, дастарқан жиналғанша тіс жарған жоқ. Сосын мұның дәм қайыруын күтпей орнынан сүйретіле тұрды да сыртқа беттеді. Сол бойы шығып кетті. Артына қайырылып қарағанда жоқ. Таң атып келе жатқан сияқты. Сәлден соң бөлменің ішіндегі қою қараңғылық сейіле бастады. Сонда да ол төсегінен тұруға асыққан жоқ. Асыққанда қайда барады? Малы жайланбай жатыр ма? Қазір аяда үйдің опыр-топыры шығады. Алдымен келін тұрады. Сосын балаларды оята бастайды. Бала дегенде бір ұл, бір қыз. Үлкен немересі мектепте, кішісі балабақшаға барады. Келін мектепте мұғалім. Оның да төсекте тұрған соң артына қарауға шамасы жоқ. Бәрін жүре істейді. Бұл шіркендер неге тым болмаса бір сағат ерте тұрмайды екен? Бірге отырып тамақтарын ішіп, баратын жерлеріне сосын бармай ма? Шалдың айтқысы келеді. Бірақ мұны тыңдап жатқан ешкім жоқ. Дулат, болсайшы енді, балалар сабақтан қалады. Тарс етіп есік жабылды. Күнде осылай. Содан кешке дейін бұл үйдің есігін ешкім ашпайды. Жалғыз адамның тамағынан ас өте ме, шай қойып ішкен болады. Кешке тағы солай. Біреу қуып келе жатқандай дастарханның жайылғанынан жиналуы тез. Келін балаларды бол-болдың астына алады. Сабақ оқимыз, жатыңдар, ертең тұрмайсыңдар. Дулаттың да жайы белгілі. Жұмыстан шаршайтын да шығар. Күн ұзақ селкісі кетіп, машина рулінде жүру оңай дейсің бе? Апыл-ғұпыл кешкі асын ішеді де диванға қалжияды. Бұған барсың ба, жоқсың ба деп жатқан бір адам жоқ. Ойына тағы да Қатира оралды. Түсіне кіруі жай емес. Ыңқыл-сыңқылы көп еді. Әлде ауырып қалды ма екен? Орта жолда қосылды демесең, жаман адам емес. Кісілігі мол. Шәрбәнді жоқтатқан жоқ. Әй, шай деспей 10 жыл тұрды. Орта жолда атың өлмесін, орта жаста қатының өлмесін деген рас екен. Жастай қосылған жары Шәрбән ота үстінде қайтып кеткеннен кейін бұл үшін өмірдің қызығы болмай қалған. Бұл кезде балалардың бәрі жеке-жеке үй болып кеткен. Рас, алғашқы жылы кезектесіп келіп тұрды. Бірақ онымен Шәрбәннің орны толған жоқ. Осылай Шәрбәннің жылын бергеннен кейін тағы 2 жылын жалғыздықпен өткізді. Бірде жазғы демалыс кезі болуы керек. Бала шағасын ертіп келген Ақтауда тұратын үлкен қыз Айнаш кетерінде, әке, енді анамыз қайтып келмейді. Осылай жалғыздан жалғыз отыра бересің бе? Деп әңгіме бастаған. Отырмағанда қайда барамын? Басқа түсте баспақшыл деген көмілжіді бұл. Балалардың бәрі алыста. Қыздардың қолына қалай кіремін? Дулат бар ғой. Әй, сол Дулатыңды қойшы. Тіпті соның аузынан әке деген сөз шықпайды ғой. Аналарың ата-жесінің бауырына өз қолымен салып еді. Сонымыз дұрыс болмады-ау деймін. Тіпті бізді бір бөтен адамдай көреді. Онда қартайып отырған жоқсыз. Айман сөзінің соңын жеп қойды. Бұл бәрін түсінді. Маған алаңдама, ел іші ғой. Маңдайға не жазылса, соны көремін.
60-қа сол жылы толды. Бір ауылда тұратын аталас туысы Сәлім бірде: осылай жүре бересің бе? 2,5 деген әйелсіз үйдің жайы белгілі ғой, енді жүре берсе берудің сәні жоқ. Жалғыз отырған әйелдер бар ғой, солардың біреуін үйге кіргіз деген. Қазіргі заманның кемпірлері шалға тиіп, біреудің кірін жуғаннан гөрі жалғыз отырғанды жөн көреді. Мына тұрған ұзын көлде ана жылы қайтқан Ерғалидың кемпірі жалғыз отыр. Өзі кемпір дейтін кемпірде емес, өзің шамалас. Жалғыз қызы тұрмыста. Соған сөз салып көрсек қайтеді? Бұл өзің біл дегендей уәж қайтырған жоқ. Ақыры не керек? Қатераға дам осы үйден бұйырды. Біреулер тамырын басып көрген емес. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады деп бекер айтпаған ғой. Шаршадым, тіпті жынданып кетпей жүргеніме таң қаламын деп кет әлемес екен білдіріпті. Момын артық сөзі жоқ екен. Тез тіл табысып кетті. Аз ғана күннің ішінде шаңырақтың шырайы кіріп қалды. Ыдыс аяғы таза, үйдің ішінде сыйырып, сипап отырады. Тамақтың да бабын біледі екен. Әйтеуір мұны жүдеткен жоқ. Осылай 10 жылдың қалай өткенін де байқамай қалды. Жасы ұлғайған адамға ауру сырқау үйірі болады ғой. 70-ті артқа тастағаннан кейін Қатираның да ыңқыл-сыңқылы көбейді. Бірақ өзі дәрігерден шошып тұрады екен. Ауруханаға жатсаң қайтеді деп көріп еді. Ат тонын ала қашып, азар да безер болды. Сонда да бұл қояр да қоймай ауруханаға апарған. Онда баяғы тәртіп жоқ екен. Портал дейме, әйтеуір бұл түсіне білмейтін бірдеңелерді айтып, кезегіңіз келгенде өзіміз шақырамыз деп шығарып салды. Ау, сонда қалай? Ауру жанына батып тұрса да қабылдамайсыздар ма? Заң солай. Ондай заңдарың бар болсын. Басқа не айтады? Содан кейін бұл да, кемпірі де аурухана деп аузын ашқан жоқ. Арада біраз уақыт өткеннен кейін Қатира шай үстінде тағы бір әңгіменің шетін шығарды. Көптен жүзіне көз тоқтатып қарамаған да екен. Жанары солғын тартып, жақ еттері суалып қалыпты. Жүдегені көрініп тұр. Менің сүйретіліп әзер жүргенімді байқаған шығарсың. Әйтеуір бүйірім шаншады да тұрады. Ол ішіп отырған шайына шашалып қала жаздады. Ауданға тағы барып қайтайын. Әлгі не деуші еді? Хабар болмады ғой. Жоқ, қайтесің әуре болып. Менің айтайын деп отырғаным басқа әңгіме. Маған рұқсат бер.